IELTS-тағы кететін қателер. Екінші сабақ. Екінші темада біз singular жекеше түрмен plural көпше түрді талқылайтын боламыз. Жаттығуды жасамай тұрып, біз жекеше түрмен көпше түрдің ережелерін қалай айырамыз, соны түсініп алайық. Бірінші. If you use a plural noun, you must use a plural verb. Егерде сен көпше түрдегі зат есімді қолданатын болсаң, онда саған көпше түрдегі етістікті де соған сәйкес қолдану керек. The verb must agree with the noun. Сенің қолданып тұрған етістігің зат есіміңе сәйкес болу керек дейді. Мысалға, бұл қай кезде керек? IELTS-та speaking-та сөйлеген кезде және IELTS writing жазбаша эссе жазған кезде сіздерге керек болады. Мысалға, in my country there are very few cars that we use leaded petrol. They use leaded petrol. Осы жерде cars көпше түрдегі noun болып тұр, зат есім болып тұр. There are бізде көпше түрдегі verb, етістік болып тұр. Біз жекеше түрде болса, there are емес, there is қолданамыз, иә? There is car деген сияқты қылып. Ал көпше түрде, зат есім көпше түрде болғандықтан, оған сәйкесінше етістікті де солай қолдану керек. Міне көрсетілгенде plural verb көпше түрдегі етістік, plural noun көпше түрдегі зат есім. I like studying during the day, but my friend prefers studying at night. Мен күндіз оқығанды, сабақ оқығанды ұнатамын, бірақ менің досым түнде оқығанды. Осы жерде but my friend ол жекеше түрде, мысалға he болады. Және де соған сәйкесінше prefer сөзіне біз соңына не қосамыз? S қосамыз. Present simple-да естеріңізде болса, жекеше түрге біз соңына S жалғауын жалғайтын едік. Сол сияқты сіздер мына жердегі зат есіміңіз жекеше түрде болса, соған сәйкесінше етістікті де дұрыс таңдай білуіңіз керек. Енді соның ережесін талқылайық. We use a plural noun with. Біз көпше түрдегі зат есімді қолданамыз. Немен қолданамыз? 1, 2, 3, 4 ереже көрсетілген. Бірінші, plural verbs. Біз көпше түрдегі зат есімдерді көпше түрдегі етістіктермен қолданамыз. Ол қандай? Are, to be етістігінің ішіндегі, осы шақтағы were, to be-дің өткен шағы, have, do жасай аламын, play деген сияқты, осы etc. деген ары қарай дегенді білдіреді. Ары қарай осы сәйкесінше етістіктерді қолданамыз. Мысалға, there are a lot of books on the table. Мына жердегі are деген сөз бізде көпше түрді көрсетіп тұр, ал біздегі көпше түрдегі затымыз books, кітаптар. Екінші ережеге қарайтын болсақ, numbers greater than 1. Бірден жоғары мөлшердегі сандар болса, мысалға 30 cars, 100 students. Егерде сіздің көрсетіп тұрған саныңыз бірден жоғары болса, онда сіз соған сәйкесінше көпше түрдегі зат есімді қолданасыз. Бұл енді оңай. Үшінші ереже many. Соған сіз зат есіміңіз көпше түрде болғандықтан, сіз соған сәйкесінше сөз қолдануыңыз керек. It is annoying that so many buses drive past because they are full. Осы жерде many көп, bus автобустар. Көп автобустар. Осы жерде many сөзі мынау автобустар деген сөзге сәйкес келіп тұр. Сонымен қатар are деген бізде көпше түрдегі етістік. Verb көпше түрдегі plural verb деп қасына жазып қояйын. Мына plural дегеніміз көпше түрдегі, verb етістік дегенді білдіреді. Келесі соңғы төртінші ережесі the number of. Бізде ағылшын тілінде the number of деген сөз бар. The number of дегеніміз осы жерде атап кететін нәрсе the number of деген саны, мөлшері деген мағынаны білдіреді. The number of bus, автобустардың саны. Осы жерде бір айта кететін нәрсе, сіздер қателесіп кетпес үшін, IELTS-та. Бұдан бөлек the number of дегенге ұқсас the amount of деген де сөз бар. The amount of деген ол да мөлшері деген мағынаны білдіреді. Бірақ мынау the amount of деген сөз ол бізде саналмайтын зат есімдерге қолданылады. Uncountable деп жазып қояйын.
иә. Uncountable деген саналмайтын затты есімдерге қолданамыз. Ал біздегі the number of деген керісінше саналатын заттарға. Біз мысалға мына жерде бас, автобусты санаймыз, сондықтан the number of bus on our roads has increased each year. Біздің көшеміздегі жолымыздағы автобустардың саны жыл сайын көбейіп жатыр. Түсінікті, иә? Енді осы жерде note that we use a plural noun but a singular verb after the number of. Осы жерде бір ескере кететін нәрсе, қарасаңыздар, the number of деген көпше сөз, the of buses, автобустар деген көпше сөз, бірақ содан кейін қолданылып тұрған етістікке қараңыздаршы, has деген жекеше түрде тұр. Соны бізге мына жерде ескертіп жатыр. Егер сен мына жақта the number of деген сөзді қолданатын болсаң, бірақ именно осы ситуацияда сенің қолданатын етістігің жекеше түрде болады дейді. Өйткені соның мөлшері деп айтқан кезде біз бір ғана мөлшерді айтып тұрған сияқты қылып көрсетіп тұр бізге. Сондықтан осы ережені ұмытып кетпеңіздер. Енді ары қарай жалғастыратын болсақ, we use a singular noun. Енді бізге көпшені қойып жекешеге шығу керек. Жекеше мына жерді өшіріп кетейін. Осы жерде енді жекеше түрге көшетін болсақ, жекеше singular noun, жекеше түрдегі зат есімдер. Бұл жерде бізге 1-2 ғана ереже берген. The first one, singular noun, оған сәйкесінше қолданылатын етістіктер is жекеше түрде, was, has, does, plays. Мына жерде play сөзіне s жалғанған. Бұл біздегі present simple'дың ережесіне сәйкес келіп тұр. Осы жердегі етістіктің жекеше түріне сәйкес there is only one bedroom in the flat. There is жекеше түр, bedroom жекеше түрде тұр. Екінші айта кететін ережесі an or one. Біз жекеше түрдегі зат есімдерге an жекеше бір штук дегенді білдіретін артикльдерді қолданамыз. A car бір машина, немесе one student деп айтсақ болады. Немесе a student деп те келтіруге болады. Енді осы жерде ескере кететін нәрсе, note that some nouns can look plural but are singular. Кейбір зат есімдер көпше түр сияқты, көпше сияқты болып көрінеді, мынандай s жалғанып. Бірақ негізінде ол жекеше. Неге? Өйткені ол саналмайды. Мысалға, news деген көпше түрде жаңалықтар сияқты көрінгенмен, жаңалық деген мағынаны білдіреді. Өйткені жаңалық деген бізде саналмайды. Саналмайтын зат есімдер негізі бізде жекеше түрде жүреді. Сол сияқты mathematics деген сөз s жалғанғанымен, бұл негізі жекеше түрде тұрған сөз. Осыны ескере кету керек. IELTS writing, IELTS speaking секцияларында қолдануға болады. Some nouns have a different form in the plural. Бұны енді білесіздер деп ойлаймын, бірақ ата кетсем, кейбір зат есімдердің көпше түрі s жалғанбай толығымен өзгеріп кетеді. Мысалға алатын болсақ, мына жерге сіздерге түсіндірсем, мысалға child, бір бала, балалар дейтін болсақ, ол не болады? Children болады. Сол сияқты foot деген сөз бар, аяқ, аяқтар болса feet болады. Сол сияқты мына жердегі women болады, person, people болады. Одан бөлек ox, бұқа болса, oxen болады, бұқалар болып. Мына жер бөлініп кетті. Oxen болады, бұқалар болып. Сол сияқты мысалға бактерия деп шамалы биологияға қарай кетейік. Бактериум болса, уммен бітсе, онда ол бір ғана бактерия деген бактерияны білдіреді. Ал егер бактерия деп сөйлейтін болсақ, онда ол бактерияның көпше түрі. Дәл сол сияқты кактус дегенде бар, кактай болады. Кактус өсімдігін айтатын болсақ, ол кактай болып өзгеріп кетеді. Енді сіздерге ережелер түсінікті болды деп ойлаймын. Енді осы жерде астында берілген тапсырманы орындап өтейік. The children are playing in the street. Осы жерде бізге дұрыс жауабын таңда дейді. Қазір
Childs деген сөз жоқ бізде, иә, ағылшын тілінде, сондықтан бізде дұрыс варианты children. The number of, бағана айтып өткенімізде, the number of дегеннен кейін келген бізде көпше тұр. Ал мән бізде қайсысы көпше тұр? Әрине, мән деген сөздің астын сызып қояйын. There are a lot of people in my class. Бізде persons деген сөз жоқ. Person деген адам деген мына жерден біткен кезде, иә, с шалғанбай. Көпше түрі people. A lot of деген көп деген мағынаны білдіреді. Сосын people деген көпше түрде таңдаймыз. I enjoyed studying mathematics a lot. I found them very interesting. Так, осы жерде айта кететін нәрсе, жаңағы mathematics деген с шалғанып тұрғанымен, бұл бізде жекеше түрде қолданылады. Сондықтан біз жекеше түрге it дейміз. Them деген олар деген, бірақ біз олар дегенді қолданбаймыз да, it, оны деп, мынау бір ғана математика сияқты қылып жекеше түрде қарастырамыз. Кеттік. The news was very upsetting. The news деген жаңалықтар сияқты көпше түрде көрінгенмен, біз оны не істейміз? Жекеше түрде қолданамыз. Ал бізде жекеше түрдің етістігі was. The next one is how many class do you have today? Сенде қанша many деген уже бізде көпше түрде көрсетіп тұр, иә? Сондықтан classes деген таңдаймыз, иә? How many classes do you have today? Келесі, a person people I really admire is my uncle. Біз бағана айтқанбыз, деген артикль жекеше бір ғана жекеше түрде жүретін болғандықтан person сөзін таңдаймыз. Ал people деген осы personның көпше түрі. Және де соңғысы, my father watches a lot of sports on TV. Так, осы жерде жаңа айта кететін нәрсе, жекеше түрдегі сөзбен жекеше түрдегі етістікті таңдауымыз керек. My father, менің әкем, he болғандықтан, иә, біз present simple'да оның соңына es шалғаймыз. Сондықтан бізде watches деген жауапты таңдаймыз. Енді осы екінші тақырып сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Иә, сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырып кетіңіздер, және де IELTS тапсыратын адамдарға немесе жалпы ағылшын үйреніп жүрген адамдарға сәттілік тілеймін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, осы видеоға комментарий жазып, колокольчикті басып қойыңыздар, және де осы IELTS-қа қатысты плейлистті өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады.